Осы папа қызық болып кетті да. Негізі мен сүндеттелген кезде ше жиналған ақшаға не істедіңіздер? Көлік алып алдық қой үйге. Семеркіні. Пайдасы тиіпті да. Тиді ғой пайдаң. Мен сүндеттелген кездегі ақшаға не істедіңіздер? Сен сүндеттелген кезде үйге мебель алдық. Люстра алдық. Өзіңе велик алып бердік қой. Мына екеуі болмаса үйдің сәні кірмейді деген да. Екеуі деме. Екеуініңкі десей. Ош, мен саған күліп қойдым. Неман мен сүндеттелген кездегі ақшаға не алдыңыздар? Сен сүндеттелмедің ғой, сен айтпақшы. Ұмытып кетіппіз ғой. Зор әкесінің аузы мынаны ешім естімесін? Как раз сен сүндеттеп кредит жауып алайық онда. Жақсы. Мен шақырайын. Уже ма? Сүндеттейтін адамды. Ештеңе де керек жоқ. Керек жоқ десе, мен өзім сүндеттеліп қойғам. Қанша ақша жиналды? Сонда 100 теңге түскен. Не істедің ғой? Geekstreet'тен гигабайт алам деп отырмын. Қой? Актив, Теле2, Билайн бәрі бар. Сүндеттейтін тағы бір бала керек болды ғой онда.